Сәлем YouTube, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Сіздерде мынандай сұрақ болды ма? Бұлай іш пысып отырған кезінде осы Технодомдағы, Сулпактағы, в общем, сатылымдағы ең қымбат телефон қандай деп ойлап көрдіңіз бе? Осы күнге дейін Samsung Galaxy Note 20 Ultra шыққанға дейін барлық сатылымдағы ең қымбат телефон ол Samsung Galaxy Fold болған еді. Оның бағасы тіпті 700 мың теңгеден өтіп, 800 мың теңгеге жақындаған кездері де болды. Енді ол қандай телефон деп ойлап отырғандарыңыз болса, ол өткен жылы трендке айналған қайырылатын екі жақты экраны бар телефон. Ал енді оны неге айтып отыр десеңіз, дәл осы Fold'тың жақында ғана екінші поколениясы, яғни Samsung Galaxy Fold 2 ұсынылды. Оның презентациясы толығымен онлайн және инновационды түрде өтті. Ол қалай десеңіз, дәл қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді жақынырақ таныстырайын. Оның ең қызық жері ол әрине экран. Алдыңғы панель келетін болсақ, ол айтарлықтай жаңалыққа толы. Өйткені алдыңғы панельде өткен жылғы селфи камерасының блогы өте үлкен орын алған еді, және осы жылы айтарлықтай тіпті өте минимализацияланған. Өткен жылғы селфи камераның блогы осылай болса, осы жылы осылай болып өзгерді. Тіпті экранның рамкалары да өте қатты жіңішкейтірілген. Ал енді өлшемдеріне келетін болсақ, жалпы ашылғандағы негізгі экран ол 7,6 дюймді, және сыртындағы көмекші экран ол 6,2 дюймді. 6,2 дюймді экран 60 Гц-ті, 2260-ға 716 разрешениемен және Super AMOLED матрицамен, және қатынасы болса 25-ге 9 қатынаста. Бұл экранның қақ ортасында жоғарысында селфи камера орналасқан. Ал 7,6 дюймді экран болса, ол 2208-ге 1768 разрешениемен Dynamic AMOLED матрица орналасқан, дәл Samsung Galaxy Note 20 Ultra'дағыдай. Және бұның да оң жақ жоғарысында селфи камера орналасқан. Ал енді жалпы сыртқы панельге келетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай сыртқы панельдің 4/3 бөлігін экран алып жатыр, ал қалған бөлігін болса матовыйланған стекломен қапталған. Және де сол жақ бұрышында жаңа айтып кеткендей камера блогы орналасқан, Note 20 Ultra'дағыдай. Және сіз түстері қалай болады десеңіз, сол сыртқы панельмен және ортасында екі камераны қосатын шарнирдің түстері дәл қазір экраныңызда көріп тұрғандай болып бөлінеді. Процессорына, яғни жүрегіне келетін болсақ, бұл жерде айтарлықтай жаңа ештеңе жоқ. Өйткені осы жылғы барлық флагмандарға қойылған Qualcomm Snapdragon 865 процессорының кішкене күшейтілген плюс версиясы орналасқан. Ал енді камераларына келетін болсақ, жалпы олар 5 штук. Артқы жағында жаңа айтқандай Samsung Galaxy Note 20-дағыдай үшеуленген камера орналасқан. Олардың барлығы да 12 мегапиксельді. Ең негізгісі 1.8 диафрагмамен болса, кең бұрышты камерасы 2.2 диафрагмамен орналасқан. Ал қалған екі камерасы жаңа айтқандай селфи камералар, олардың сенсорлары бірдей және әрқайсысы 10 мегапиксельді. Диафрагмасы болса 2.2. Ал енді осынша
технологияны токпен қамтамасыз ететін ол әрине аккумулятор. Аккумулятор бұл жерде 2 штук, яғни әрқайсысы 2250 мАh-тан, жалпы айтқанда 4500 мАh-та аккумулятор орналасқан. Ал енді ең қызығы бағасына келетін болсақ, бағасын айтпастан бұрын бұл телефонның тек бір ғана конфигурациясы бар, ол 12 ГБ оперативка, 256 ГБ негізгі жады. Яғни өткен жылдағыдай 512 ГБ конфигурациясы жоқ. Осы телефонның бағасына келетін болсақ, ол ақш-тағы бағасы 2000 ақш долларын құрайды, ал Ресейге официально келген бағасы болса 480 000 рубль. Оны теңгеге аударатын болсақ, миллион теңгеден өтіп кетеді. Пожалуйста, сіздерге тағы бір телефон саласындағы баға бойынша рекорд. Ал енді Қазақстанға келетін бағасы әзірге беймәлім, ол миллион мен миллион жүздің арасында болады. Ал енді видеоны қорытындыласақ, осынша технология кімге және не үшін керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Айтайын, бұл телефондардың барлығы әзірге менің ойымша тек сынаққа беріліп жатқан экземплярлар. Яғни бұл технологиялар толығымен жетілген жоқ. Қашан толығымен жетіліп, толық өзінің деңгейіне жеткен кезінде ғана алуға тұрарлық деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Техноказ арнасы. Айтпақшы, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, қош, сау. This is a compact device, but with a large screen. Impossible, right? Well, it folds, and it's made of ultra-thin glass, thinner than a single hair on your head. And the hinge doesn't just open and close, but stays put. With quadruple CAN technology, protected by corrosion-preventing materials and sweeper tech. For the pesky dust and dirt you never see, it's all hidden beautifully. So now you can hold your phone any way you like, or not at all, and then fold it away.